Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте оңай әрі тез дайындалатын пряник жасаймыз. Оған қажетті заттар: ұн, 2 жұмыртқа, тұз, ванилин, қант, лимон, май және де қопсытқыш. Достар, мен ең бірінші құрғақ заттарды араластырып аламын. Бірінші ванилинді қосамын. Кішкене ғана тұз. Және де қопсытқыш. Қопсытқыш 10 грамм қосамын. Енді бәрін араластырамыз. Енді біз қалған заттарды араластырып аламыз. Бірінші мен лимонның қабығын теркадан өткізіп алдым. Енді оның үстіне қант қосамыз. Енді 2 жұмыртқамызды қосамыз. Енді бәрін араластырып аламыз. Бір қалыпты масса болғанға шейін араластырып аламыз. Сосын үстіне майымызды қоямыз. Мен майымды микроволновкадан жылытып алдым. Достар, енді біз оның үстіне майымызды қоямыз. Енді араластырып аламыз. Енді біз оның үстінен құрғақ заттарымызды саламыз. Бірінші жартысын ғана салып аламыз. Араластырамыз. Енді үстіне қалған жартысын салып, қамыр жасап аламыз. Енді илейміз. Мінекей достар, қамырымыз дайын. Енді біз одан шариктар жасап аламыз. Осылай барлық қамырға жасап шығамыз. Достар, біз бәрін жасап алдық. Мен оны әдемілік үшін бетіне көнжіт септім. Пряниктер өте тез піседі, және де оны қызып тұрған пеште піскенше пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің пряникіміз дайын. Үйдегі бар заттармен оп-оңай жасадық. Күнделікті шайға ішуге кеңес беремін. Егер де сіздерге менің рецептім ұнаса, лайк басып арнама жазылыңыздар. Және де осы пряник туралы комментарийға пікір қалдырыңыздар. Мен оны міндетті түрде оқимын. Сау болыңыздар. Астан болсын.